Ежелгі заманнан бері керуендер қан айналым жүйесі ретінде Еуразия құрлығына еркін еніп, оңтүстіктен солтүстікке, шығыстан батысқа қарай халықтарды байланыстырды. Жібек жолы бірінен бірі өткен байғалыларда моншақтай тізген жіпке айналды. Түркі елдерінің саудагерлері үлкен қашықтықтарды жүріп өтіп, тек ресурстармен ғана емес, идеялармен, мәдениетпен, дәстүрлермен алмасып, ортақ діңгектен өсіп шыққан бұтақтар ретінде тілдерінде байытты. Түркі мемлекеттері ғасырлар бойы Еуропадан Қытайға дейінгі кең аумақта коммерциялық, сондай-ақ саяси және мәдени өзара ықпалдасуда шешуші рөл атқарды. Әлем өзгерді, бірақ та достас халықтар өздерінің тамыры мен берік байланыстарын сақтауда. Ал бүгінде ғасырлар өте түркілер ұрпақтар біртұтас түркі әлемінің тарихының жаңа дәуірі келе жатыр. Жаһандану мен түсінік келе бастады. Халықтар арасындағы жан-жақты ынтымақтастық үшін қазіргі түркі мемлекеттерін біріктіретін халықаралық ұйым қажет. 2009 жылдың 3 қазанда идея шындыққа айналып, Әзербайжанның Нахичеван қаласында Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан және Түркия президенттері арасында бұрын-соңды болмаған Нахичеван келісіміне қол қойылып, соған сәйкес Түркі кеңесі халықаралық ұйымы ресми түрде дүниеге келді. Түркі кеңесі тарихтағы түркі мемлекеттерінің алғашқы ерікті одағы болды. 2021 жылға 12 қарашада Стамбулда өткен түркі тілдес мемлекеттер ынтымақтастық кеңесінің саммитінде түркі кеңесі түркі мемлекеттерінің ұйымы болып өзгертілді. Түркі мемлекеттер ұйымының қызметі экономикадан мәдениетке дейінгі мүше мемлекеттер арасындағы ынтымақтастық пен өзара іс-қимылдың кең спектрін қамтиды. Бірақ та өңірдегі ортақ көлік желісінің маңыздылығы мен әлеуетіне ерекше назар аударылады. Түркі мемлекеттерінің логистикалық жүйесі жаңа жібек жолы, дәлірек айтсақ, темірдей жолы, темір жолы. Қазіргі уақытта түркі мемлекеттері ұйымына қатысушы елдер темір жолының ұзындығы 45 000 километрден асады. Бұл ретте біз түркі мемлекеттер ұйымы құрылған сәттен бастап саланың қалай өзгергенін байқай аламыз. – 2009 жылдан 2022 жылға дейін 8000 шақырымға жуық темір жол салынды. 7,6 мың шақырымнан астамы электрлендірілді. Инфрақұрылымды дамытудың 2030 жылға дейінгі жоспары осы сандарды ұлғайту болып табылады. Темір жолдардың ұзындығына 23 мың шақырымнан астам қашықтық қосылады. Электрлендіру 20 мың шақырымнан астам аумақты қамтиды. Түркі мемлекеттер ұйымына қатысушы елдердің темір жол көлігімен жүктерді тасымалдаудың жалпы көлемі жыл сайын 450 миллион тоннадан асады. Бұл ретте түркі мемлекеттер ұйымы елдері арасындағы жүктерді экспорттық тасымалдау көлемі 2022 жыл шамамен 50 миллион тоннаға бағалануда. Қолданыстағы жүк ағынынан 2030 жылға қарай 45%-ке, яғни 72 миллион тоннаға дейін ұлғайту жоспарлануда. Контейнерлік тасымалдауда оң қарқынға ие. 2009 жылдан бастап контейнерлік тасымалдар 2,4 есе артып 415 мың ЖФЕ-ге жетті. Түркі мемлекеттері ұйымы елдері арасындағы контейнерлік әлеует 2030 жылға қарай шамамен 1 миллион ЖФЕ көлемінде бағаланып отыр. Қазіргі жаһандық жағдайларда логистика түркі мемлекеттер ұйымы елдерінің индустриялық дамуында шешуші рөл атқарады. Транзиттік және мультимодальды көліктік логистикалық тасымалдарды дамыту үшін жағдайлар жасалуда. Қарқынды дамып келе жатқан бағыттардың бірі Қазақстан аумағы арқылы Кавказ, Парсы шығанағы, Түркия және басқа елдер бағытында қазақстандық порттар арқылы өтетін Транскаспий халықаралық көлік бағдары болып табылады. Маршрутта темір жол және теңіз көлігі іске қосылған. Қытай, Қазақстан, Түркменстан, Иран, Түркия бағыты. Бұл темір жол бағыты Қытайдан Иранға дейінгі теңіз жолмен салыстырғанда жеткізу жылдамдығы мен құны бойынша бірқатар артықшылықтарға ие. Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан бағыты жаңа дәліз құрылса жүктерді Қытайдан Қырғызстанға, орталық Азия елдеріне, Түркияға және одан әрі Еуроодаққа жеткізуді қамтамасыз ете алады.
Түркі мемлекеттер ұйымы аясында ұзақ мерзімді жемісті ынтымақтастықтың жалғасы ретінде бүгін контейнерлік пойыздар Қазақстан, Түркия, Өзбекстан, Әзербайжан бағытында іске қосылды. Қазақстан, Түркия 3 бағыт, Қазақстан, Өзбекстан 2 бағыт, Қазақстан арқылы Қытай, Өзбекстан, Қазақстан арқылы Қытай, Әзербайжан, Қырғызстан, Қазақстан мен Түркия бағытында, Қытай, Қырғызстан, Қырғызстан, Түркия, Өзбекстаннан Қазақстан мен Түркия бағытында, Өзбекстан, Қытай 2 маршрут, Өзбекстан, Түркия, Өзбекстан, Қазақстан. Өзбекстаннан Қазақстан мен Түркия бағытында, Өзбекстан, Қытай, Өзбекстан, Түркия, Өзбекстан, Қазақстан. Әзербайжаннан Түркия, Грузия және Қырғызстан бағытында, Қазақстан, Түркия, Түркменстан, Түркия, Өзбекстан, Түркия, Қырғызстан, Түркия. Түркиядан Әзербайжан бағытында, Әзербайжан, Түркия. Экономикалық даму қарқыны жаңа экономиканың логистикалық қажеттіліктеріне тиімді қызмет ете алатын көлік жүйесінің тиісті эволюциясын талап етеді. Түркі мемлекеттерінің ұйымы деңгейінде жаңа маршруттар мен жаңа шешімдерді талап етеді.